Қарттардың көбі инсульттің жақындап келе жатқанын білмейді. Транзитарлық ишемиялық шабуыл, яғни мини-инсульт жай ғана уақытша жағдай емес. Бұл көбінесе үлкен инсульттің алдын алатын мидың соңғы ескертуі болады. Ең қорқыныштысы, көптеген адамдар белгілер бірнеше минуттан кейін жоғалып кеткендіктен оны елемей қояды. Бірақ қауіп белгілері кеткенімен бірге жоғалып кетпейді. Зерттеулерге сәйкес, мини-инсульт ең алғашқы 48 сағат ішінде толық инсульт қаупі ең жоғары болады. Бұл миға қан ағымы қысқа уақытқа болса да тоқтағанын және келесі жолы әлдеқайда ауыр жағдай болуы мүмкін екенін білдіреді. Көптеген қарт адамдар бастан өткерген жағдайдың медициналық төтенше жағдай екенін түсінбейді. Олар оны шаршау, стресс, сусыздану, қан қысымының өзгеруі немесе жай ғана жасқа байланысты деп ойлайды. Ал симптомдар жоғалып кеткендіктен оны күте тұруды шешеді, әрі қарай дәрігерге бармайды. Бірақ дәл сол күту ескертуді қайғылы жағдайға айналдырады. Бұл видеода біз қарт адамдарда жиі елемейтін мини-инсульттің 7 негізгі белгісін қарастырамыз. Кейбірі анық байқалады, ал кейбірі өте жасырын болады. Тіпті олардың кейбірі 60 жастан асқан әйелдерде жиі кездеседі, сондықтан оларды байқамай қалу оңай. Бұл видеода тек ақпараттық мақсатта жасалған. Егер осы белгілердің кез келгені кенеттен пайда болса, тіпті бірнеше минутқа ғана созылса да дереу жедел жәрдем шақырыңыз. 7-ші белгі – бір көздің кенеттен көру қабілетінің жоғалуы. Мини-инсульттің ең маңызды белгілерінің бірі – бір көздің кенеттен көру нашарлауының уақытша жоғалуы. Кей адамдар мұны көзге қара перде түскендей сезінеді, басқалар тұман, бұлдыр көру немесе бірнеше секундтан кейін қайта қалпына келетін уақытша соқырлық ретінде сипаттайды. Көру қайта келгендіктен адамдар оны көзде мәселе бар деп ойлайды. Бірақ көбінесе мәселе көзде емес, миға апаратын қан тамырларында болады. Әдетте көздің ішінде үйіп қалған, көздің жанында тұрған тамырлардың кішкентай ғана қан ұйығы көздің тор қабығына баратын қан ағымын уақытша бөгеген кезде пайда болады. Ұйыған қан еріп кетуі мүмкін, көру қалпына қайтадан келеді, бірақ тамырлардағы мәселе сол күйі қалады. Яғни қауіп әлі де бар деген сөз. 6-шы белгі – сөйлеудің немесе сөздерді түсінудің кенет қиындауы. Адам қалыпты сөйлесіп отырып, кенетте сөздерді дұрыс айта алмай қалады. Ол не айтқысы келетінін біледі, бірақ сөздерді анық шықпайды немесе шатасып кете береді. Кейде адам басқалардың сөзін естиді, бірақ түсінбей тұрады. Бұл бірнеше минутқа ғана созылуы мүмкін, содан кейін бәрі қалыпқа келеді. Бұл мидағы сөйлеуге жауап беретін аймақтарға қан уақытша дұрыс бармаған кезде пайда болады. Көптеген адамдар симптом жоғалып кеткен соң оны елемейді, олар өздерін жай ғана шаршадым деп ойлайды. Бірақ қысқа уақытқа созылған сөйлеу бұзылысы да ауыр инсульт қаупін көрсетуі мүмкін. 5-ші белгі – беттің бір жағының салбырауы немесе ұюы. Бұл инсульттың ең белгілі белгілерінің бірі, бірақ мини-инсульт кезінде беттегі өзгеріс өте әлсіз болуы мүмкін. Ауыздың бір бұрышы төмен түседі, күлімсіреу қисайып кетеді, бір қас екіншісіне қарағанда көтерілмей қалады. Кей адамдар бетім ауырлап тұр немесе үйіп қалды дейді. Ең қауіптісі әлсіздік бірнеше секундтан кейін жоғалып кетуі мүмкін. Қарапайым тексеру: адам күлімсіреп екі қасын бірдей көтеруді сұраңыз. Егер бір жағы әлсіз көрінсе, бұл қауіпті белгі болуы мүмкін. 4-ші белгі – бір қолдың немесе саусақтарының кенеттен әлсіреуі. Бұл белгі көбінесе байқалмай басталады. Көбінесе кесе көтерген кезде, шай ішкен кезде ол саған ауыр сезіледі. Саусақтар үйіп қалады. Бір қол әлсіз немесе сенімсіз болып кетеді. Кей адамдар мұны ине шаншу сияқты сезім деп сипаттап жатырады. Артрит немесе иық ауруының айырмашылығы: мини-инсульт кезінде әлсіздік кенеттен басталып кетеді. Өзіңізді тексерудің бір жолы: екі қолды алға созып, көзді жұмып 10 секунд ұстаңыз. Егер бір қол төмен түсіп кетсе, бұл миға қан жетіспеудің белгісі болуы мүмкін. 3-ші белгі – кенет шатасу немесе есте сақтау қабілетінің жоғалуы. Бұл қарт адамдарда ең көп елемейтін белгілердің бірі. Адам кенеттен шатасып кетеді, бір сұрақты қайта-қайта қояды. Не болғанын ұмытып қалады. Біраз уақыттан кейін бәрі қалыпқа келе бастайды. Туыстары мұны шаршаумен немесе жаспен байланыстырады, бірақ кенеттен болған шатасу мидағы қауіпті өзгерістің белгісі болуы мүмкін дейді. Кей адамдарда бұл көбінесе байқалып жатады, ал кейбір адамдарда бірден кетіп қалады. Бұл кезде адам жаңа ақпаратты есте сақтай алмай қалады. Ең қауіптісі, адам кейін бұл жағдайда мүлде есіне түсірмеуі мүмкін.
Екінші белгі тепе-теңдіктің немесе жүрудің кенет бұзылуы. Адам қалыпты жүріп келе жатады, кенеттен теңселіп кетеді, айналуы бас айналған секілді болады немесе құлап қалады. Бұл мидың қозғалыс пен тепе-теңдікке жауап беретін бөлігіне қан дұрыс бармай қалған кезде болады. Көптеген адамдар мұны жай ғана бас айналу деп ойлайды. Бірақ егер бас айналу кенеттен басталса және сөйлеу бұзылысы ұю немесе әлсіздікпен бірге болса, бұл өте қауіпті белгі. Және бірінші белгі ол өмірдегі ең қатты бас ауруы. Бұл белгіні ешқашан елемеуге болмайды. Кенеттен пайда болған өте қатты бас ауру мидағы қан кетудің белгісі болуы мүмкін. Кей адамдар мұны басымның ішінде жарылыс болғандай деп сипаттайды. Егер қатты бас ауруы, сөйлеу бұзылысы, әлсіздік немесе көрудің нашарлауымен бірге болса, бірден жедел жәрдем шақырыңыз. Әр минутыңыз сіз үшін бағалы. Неге бұл белгілер өте маңызды? Мини-инсульт белгілері жоғалып кеткеннен кейін қауіп жоғалып кетпейді. Миға қан уақытша жетпей қалады деген сөз. Бұл дененің ескерту сигналы. Жақсы жаңалық айтып өтейік, егерде мини-инсульт уақытында анықталса, дәрігерлер болашақтағы ауыр инсульттің қаупін айтарлықтай азайтады. Қан қысымын бақылау, дәрілер, өмір салтын өзгерту және жүрек тексерудің көптеген инсульттің белгілерін алдын алады. Көп адам байқамайтын жасырын белгілер болады. Солардың бірнешеуін қарап кетейік. Мини-инсульт өте қауіпті, себебі ол бірнеше минутқа ғана созылуы мүмкін, көбінесе үйде болады, кейде ұйқы кезінде пайда болады, симптомдар анық емес болуы мүмкін. Сондықтан миллиондаған адам оны елемейді. Адам өзін жай ғана біртүрлі сезінуі мүмкін, бірақ сол сәтте миға оттегі жетіспей қалуы ықтимал. Олай болса, бүгінгі видеомызды біз қорытындылайық. Егер сізде немесе жақыныңызда кенеттен сөйлеу бұзылысы, әлсіздік, бет қисаю, шатасу, көрудің жоғалуы, қатты бас айналу немесе өте қатты бас ауруы пайда болса, тіпті қысқа уақытқа да болса да, оны елемей қалдырмаңыз. Бірден жедел жәрдем шақырыңыз. Себебі ескерту мен қайғылы жағдайдың арасында айырмашылық кейде бірнеше сағатпен ғана өлшенеді, ал кейде бірнеше минутпен. Денсаулық зор байлық екенін ұмытпайық. Егерде осы видео сіздерге ақпаратқа толы деген ойыңыз болса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.